бір бай адам болыпты. Оның өте сұлу қызы болады. Бай қызын күйеуге бермекші болады. Алайда жігіттер оған жақсы көргендіктен бе, әлде ақшасын үйленгілері келеді ме деп күмәнданады. Сол себепті ол жігіттерді сынамақшы болып, адамдарды жинап алып, бай былай дейді: кімде-кім мына бассейнде жүзіп өтсе, өз қалауыңша менің жерімнің 1/3-ін, ақшамның 1/3-ін, немесе қызымды алады. Бірақ бұл бассейнде ондаған қолтырауынның жүзіп жүргенін білулеріңіз керек. Ол сөзін аяқтап болмастан бір жігіт бассейнге түсіп кетеді. Бай таң қалады. Мұндай әрекетке бару үшін қандай батыл және қайратты болу керек деп ойлайды. Қолтырауындар жігітті қуа жөнеледі. Жігіт тез жүзе бастайды. Жыртқыштар қуып жете бергенде жігіт одан да қатты тез жүзіп кетеді. Ақырында ол бассейннің арғы бетіне дейін жүзіп шығады. Таңданған бай өкінішті кейіппен жігіттен жерінің 1/3-ін қалайды ма деп сұрағанда, жігіт жоқ деп жауап береді. Сонда бай: сен менің ақшамның 1/3-ін алғың келіп тұрған болар деп сұрайды. Бұл жолы да жоқ деп жауап алады. Бай біраз тынышталып, он жауап алатынына сенімді түрде: сен менің қызыма үйленгің келеді ғой деп сұрағанда, жігіт тағы да жоқ деп жауап қайтарады. Онда саған не қажет деп сұрайды таңданған бай. Сонда бейтаныс жігіт: мен осы бассейнге итеріп жіберген адамды тауып беріңдер деген жауапты естиді. Бұл мысал ешкімнің өз мүмкіндіктерін физикалық тұрғыдан болсын, интеллектуалды жағынан болсын дұрыс бағалай алмайтындығын көрсетеді. Алайда оқыс жағдайларда мұндай мүмкіндіктер таныла бастайды. Өз еркімен ол жігіт бассейнге ешқашан секірмес еді.